Саламатсыңдар ма? АТК 918Г тобының студенттері. Техникалық механика пәні бойынша кезекті сабағын өтетін арнайы пәндер оқытушысы Сералиев Ғалымжан Елубекұлы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы біліктерді беріктікке есептеу. Білік дегеніміз тісті дөңгелектер мен шкифтерді отырғызуға және пайдалы айналдырушы момент беруге арналған цилиндрлі, жұмыр немесе иінді бөлшекті білік дейміз. Келесі біліктердің қолданылу аясына тоқтайтын болсақ, қолданылу аясы өте кең. Ол барлық механизмдерде бар десек, біз шатаспаймыз. Сол үшін біліктерді жалпы тағайындалатын бөлшектерге жатқызатын боламыз. Оларға мысал келтіретін болсақ, мына өздеріңіз көріп отқандай біліктер жиынтығы, және мына іштен жану қозғалтқышы, бұл жерде иінді білік көрінісі бар. Мынау беріліс қорабының мына ішкі құрылысы көрсетілген. Және де мынау алдыңғы доңғалағы тартатын автокөліктің айналу моментін беру механизмі. Және де мынау артқы көпірдің ішіндегі дифференциалды қарасаңыздар, барлығында біліктер кездеседі. Ал енді біз біліктердің беріктікке есептеуге көшейік. Бірінші біздің мынау өздеріңіз көріп отқандай сыртқы бұраушы моменттерді қалай белгіленеді, бағыттары қандай болады, соған тоқталып өтсек. Кез келген машинаның құрамында бұраушы моменттер әсер ететін бөлшектері бар. Оны жаңа өздеріңіз мысал ретінде көрдіңіздер, анимациясында көрсеттік. Енді бұралуға ұшырайтын сырықты біз білік деп атаймыз. Ал сыртқы бұраушы моменттер әсерінен стерженнің қимасында тек бұраушы моменттер, яғни сырықтың өсі айналасындағы моменттер пайда болса, ол біліктердің бұралу деп аталады. Мысал ретінде мынау суретте кескінделген қимасы дөңгелек білікті қарастырайық. Бұл жерде білікке сырттан әсер ететін моменттерді Т әрпімен белгілейміз. Мысалы Т1 және Т2. Олардың мәндері мына өздеріңіз көріп отқандай Т1 60-ға килонewton көбейтілген метр, ал Т2-міз 25 килонewton көбейтілген метрге тең. Енді білікті беріктікке есептеу үшін ішкі бұраушы моменттерді анықтап эпюрін тұрғызуымыз керек. Себебі тек солай еткенде ғана ішкі бұраушы моменттің ең үлкен мәнін анықтай алады екенбіз. Ал енді біз мынау суретімізге тоқталатын болсақ, бұл жерде Т1, Т2-нің әсерінен мынау қатаң бекітпеде, білік қатаң бекітпеге бекітілген, ол қатаң бекітпе реакция күштері пайда болады. Реакция күштерін тауып алу үшін біз не істейміз? Біз мынау Z өсінен қараған кезде өз қалауымызша оның бағытын қойып аламыз. Сағат тіліне кері немесе оң қылып, сөйтеміз де оны белгілеп, ары қарай біз статиканың теңдеуін құрады екенбіз. Енді статиканың теңдеуі мына өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл не дейді? Z өсінде, мынау Z өсінде айналып жатқан, бұрап жатқан немесе моменттердің қосындысы нөлге тең. Бұл жерде МА, ол жаңағы бірінші тірек күшіміз, біздің тірек моментіміз, аламыз, яғни мынау Т1-іміз бізге сағат тіліне бағыттас. Одан кейін плюс Т2 сағат тіліне кері, яғни кері бағыттағы моменттердің таңбасы оң болады да, ал бағыттас, сағат тіліне бағыттас моменттердің таңбасы кері болады. Тең нөлге. Бұл жерде МА тең Т1 минус Т2 тең 35 килонewton метр. Бұны оңай есептеп алдық. Енді біз не істейміз? Енді келесі слайдта біз қима тәсілін пайдаланып, ішкі бұраушы моменттерді анықтап алайық. Бірінші аралықтағы, жаңағы берілген мысалдың бірінші аралықтағы моментін анықтау үшін сол аралықты біз не істейміз? Қиып аламыз. Қиып алып тастаған бөлігіміздің орнына ішкі бұраушы момент береміз. Оны біз М деп белгілейміз. Оның міндетті түрде
индексі болады, 1, 2, 3 деген сияқты. М1 біздің кезімізде себебі бұл бірінші аралық. Ал ара қашықтығы, мысалға жаңағы А еді ғой алдында, міне А еді. Ал қазіргі ара қашықтығы белгісіз болғандықтан ол Z1 деп қоямыз. Енді бұл жерде де жаңағы бірінші есеп сияқты статиканың теңдеуін жазамыз. Z өсіне қатысты моменттердің қосындысы тең нөлге. Бұл жерде қандай бізде моменттер бар екен? МА тірек моменті, қосылған М1 ішкі бұраушы моменті, басқа бізде моменттер жоқ, тең нөлге. Бұдан М1 тең минус МА, ол тең болады минус 35 килонewтон көбейтілген метрге. Ал енді біз екінші аралықтағы ішкі бұраушы моментті анықтап алайық. Ол үшін біз бұрын жаңағы бірінші арақашықтығымызды қалдырамыз, екінші арақашықтығы қима тәсілін қолданып қиып алып тастаймыз да орнына М2 деген екінші аралықтың ішкі бұраушы моментін қоямыз. Бұл жерде қалай болады? Бұл жерде статиканың теңдеуін пайдаланып, Z өсіне қатысты моменттердің қосындысы тең нөлге дейміз. МА, яғни МАның таңбасы қайтадан еске түсірейін, ол оң таңбалы, себебі сағат тіліне қарама қарсы, минус Т1. Енді бұл жердегі ішкі бұраушы моментіміз қалып тұр екен, плюс М2, басқа моменттер жоқ, тең нөлге. Бұл жерде МА белгілі, Т1 белгілі, М2 белгісіз. М2 тең, Т1 тең минус МА тең 25 килонewтон метр болып шықты екінші аралығымыз. Енді өздерің байқап отқанда бірінші аралық пен екінші аралықтың айырмашылығы неде? Ол мәнінде моменттің. Бұл жердегі ең үлкен М максимум мәні ол минус 35 килонewтон көбейтілген метр екен. Ол тең болады 35 килонewтон метрге. Енді бұл жерде осығаларға байланысты біз не істейміз? Біз алып қима тәсілін пайдаландық жаңа бірінші, екінші аралыққа қайтадан еске түсірейік. Соларға байланысты ішкі бұраушы моменттерін анықтадық. Енді осының график түріндегі мәндерін қояйық, график түрінде. Оны эпюра дейміз. Эпюрді қалай тұрғызамыз? Мына жерде бірінші аралықтағы эпюріміз астына сызық сызылады, осьтік сызық. Осының төңбең жағы ол теріс таңбалы мәндер қойылады, ал жоғар жағына оң таңбалы. Жаңа өздерің білетіндегіндей бірінші аралықта бізде минус 35 болды. Ал екінші аралықта ол плюс 25 килонewтон көбейтілген метр болды. Мынау ішкі бұраушы моменттің эпюрасы деп осылай кескінделеді. Енді біз келесі жанама кернеуді есептеу тоқталайық. Бұл жерде қимасы дөңгелек болып келген біліктің бұралуын тәжірибелік тұрғыдан зерттейік. Ол үшін біліктің бүйір бетіне, оның жасаушысына параллель ет бір-біріне, және шеңбер бағытындағы сызықтар арқылы тор көздер сызайық. Мына жерде мынау А суретте көрсетіліп тұр, барлық тор көз сыздық. Бұған ешқандай сыртқы моменттер, күштер әсер етіп тұрған жоқ. Тек тор көз сыздық. Енді екінші біздің жаңағы тәжірибеде осыған сыртқы момент берейік. Бұл жерде сыртқы момент бергенімізде мынау сол жағы қатаң бекітілген, оң жағы бұрыла бастайды әрине. Бұл жерде бұрылған кезде біздің тор көздер бұны көрсетіп тұр. Бастапқы жағдайдан бұл жерде өзгеріс бар. Яғни ол мынау бастапқы жағдайдан біздің сызығымыз белгілі бір бұрышқа бұрылған. Оны гамма деп белгілейміз. Яғни бұл жерде гамма бұрышы бұрылған екенін көрініп тұр. Енді бұл жерде білік бетіне түсірілген осы төрт бұрыштар білікке бұраушы момент әсер еткенде іргелес қималар бір-бірімен сырғанай қозғалады. Сөйтіп Z өсі айналасында бұралу салдарынан мынандай ромбыларға айнала бастайды. Демек, біліктің материалы бұралу кезінде ағысу деформациясына ұшырайтыны көрініп тұр мына жерде. Енді цилиндр жасаушысының бастапқы қалпы
мен оның деформациядан кейінгі орынның арасындағы бұрыш ығысу бұрышы немесе ығысу деформациясы деп аталынады. Ол гамма деп белгіленеді. Енді біз тәжірибенің нәтижесі көрсеткендей, дөңгелек біліктің бұралу кезінде оның деформацияға дейінгі жазық қимасы деформациядан кейінгі жазық күйінде, ал радиусы түзу сызық күйінде қалады. Қима жазықтықтардың деформацияға дейінгі ара қашықтықтары деформациядан кейінде сол күйінде өзгермей қалатыны дәлелденді. Енді біз біліктің ұзындығы шексіз кіші ұзындығы, яғни dz-ге тең бөлігін жеке алып қарастырамыз, және көрнекі болу үшін оны кішкене үлкейтіп көрсетейік. Ол мынау 5-ші суретте көрсетілген. Енді мына жерде келесі слайдта да бар бұл. Ал бұл жерде көретініміз суреттің сол жақ бетіне ішкі бұраушы моментті орнатып қоямыз да, ал оң жақ бетінде қимаға жанама кернеулерді табамыз бұл жерде. Енді мынау шексіз кіші аудан мына жерде алынған, содан шыққан мына тау деген жанама кернеу көрсетіп отырық. Енді мынау шексіз кіші аудан мен өске шейінгі радиус ро болып белгіленеді. Енді мынау шексіз кіші аудан және жанама кернеу одан кейін радиусының көбейтінділері бізде шексіз кіші моментке тең болады. Ол мына есептің статикалық жағында көрсетіліп қойған. Қарасаңдар, мына dm бұл шексіз кіші моментті тең жанама кернеу көбейтілген шексіз кіші аудан көбейтілген ро. Бұны интегралдайтын болсақ, мына келесі өрнекте шығады. Екінші есептің геометриялық жағын қарайық. Есептің геометриялық жағында C1 деген мына кескінімізде нүктелер бар. C дегеніміз ол бастапқы нүкте, C1 дегеніміз осы нүктенің жаңағы сыртқы моменттен, бұралу моментінен әсер еткен кездегі бұралған бұрышқа орын ауыстырған жері. Енді бұл тең болады мынау радиус көбейтілген dφ бұралу бұрышы, ол тең болады ығысу бұрышын dz-ке көбейтілгенге тең. Бұл жерден біз ығысу деформациясын, ығысу бұрышын тауып алатын болсақ, онда ро dφ бөлінген dz. Енді есептің физикалық жағына келетін болсақ, бұл жерде Гуктың заңын қолдана отырып есепті өрнектейміз. Бұл жерде тау тең ығысу модулі жи көбейтілген ығысу бұрышы көбейтіндісі мынау жанама кернеуге тең. Бұл заңды Гук заңынан білеміз. Бұған енді мынау гамманың орнына алдындағы өрнекті әкеп қоятын болсақ, мына түрге енетін болады. Енді осы dφ бөлінген dz тең тау бөлінген жи роны статиканың теңдеуіне қоятын болсақ, мына теңдеуді аламыз. Енді осылардан біз мынау тау бөлінген жи көбейтілген ро тең болады m бөлінген жи көбейтілген и ро деген өрнектер шығады. И ро дегеніміз ол өрістік инерция моменті деп аталады. Бұл өз кезегінде қиманың геометриялық сипаттамасы болып табылады. Енді осыдан жанама кернеудің формуласын тауып аламыз. Ол өз кезегінде қимадағы жанама кернеудің таралу заңдылығын көрсететін формула болады. Енді келесі слайдқа көшетін болсақ, бұл жерде жанама кернеу қалай таралып жатыр. Мынау жаңа біздің қарастырып отқан шексіз кіші дене бөліп алғанымыз. Бұл жерде ішкі бұрау моменті көрсетілген алдындағыдай. Енді мына жерде жаңағы қимадағы жанама кернеудің таралу заңдылығын формуласы осы қалай жүреді. Мынау ро өзгеріп отырады. Бағана суретте өздеріңіз көргенде нөлден бастап кішкентай шексіз кіші ауданға шейін осы жерге шейін өзгеріп отыратын тұғын. Егер бұл нөл болатын болса, яғни
бәрі 0 болады. Осы көбейген сайын біздің байқап отырсаңыздар, кернеулерімізде мәндерде жоғарылап отыр. Ең жоғарғысы мынау роның ең жоғарғы мәнінде. Яғни мынау радиус роға тең болған кезде осы жерде таудың мәні ең жоғарғы болады екен. Ол тау максимум. Осы қимадағы осы нүктелерді біз жақсылап есептеп, жақсылап материалдарында қарастыруымыз керек екен. Себебі ең қауіпті нүктелер болып табылады осы шеңберді бұрауға есептеген кезде. Енді осы тау деген формуламыз максимум мәні ең шетінде екенін білдік. Енді мұндағы ро максимумымыз, радиусымыз, ол радиусқа тең болады. Яғни диаметрдің жартысына. Енді осыдан шығатыны бізде мынау тау максимум тең м бөлінген өрістік инерция моменті көбейтілген радиус, ро максимум. Ол өз кезегінде өрістік момент пен инерция моментін радиусқа көбейтіндісі бізде өрістік кедергі моментін береді. Ол өрістік кедергі моментін қоятын болсақ, біздің есебіміз жеңілдей түседі. Енді мына жерде өрістік кедергі моменті мына формуламен анықталатын болады. Енді біз келесі слайдымызға көшетін болсақ, бұл жерде бағана айтып кеткендей, бұралған біліктің беріктік шарты. Беріктік шарты ең үлкен жанама кернеудің көрсеткіші, мынау материалдың шектік жанама көрсеткішінен асып кетпеу керек, немесе тең болу керек. Бұл жерде мынау жанама кернеудің көрсеткіші бұл тәжірибе түрінде анықталады. Осы екеуін салыстырған кезде біз мына тау максимумымыз асып кетпейтін болса, онда біздің бұйымдарымыз, біліктеріміз жұмыс істей бастайды. Ал одан асып кететін болса, ол уже қирайды. Енді бұл жердегі жаңағы өрістік кедергі моменті, ал мынау м максимумымыз бұл біліктің бойындағы абсолюттік шамасы жағынан ең үлкен бұраушы моментке тең деп аламыз. Яғни осы біздің жаңа формуламыздағы теңдік, немесе біздің тау максимумымыз мынау шекті жанама кернеуден асып кетпейтін болса, онда біздің бұралғандағы біліктің беріктік шарты орындалды деп есептейміз. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.